Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді рулет жасайтын боламыз. Қарасаңыздар, өте жұмсақ және де жасалу жолы өте оңай болып келеді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 7-8 дана алманы жақсылап жуып тазалаймыз және де сыртындағы қабығын ашып алып тастаймыз. Бізге сырты қажет емес. Мінекей барлық алмаларды ашып дайындап алдық. Енді осындай үкіштің көмегімен алмалардың барлығын өткізіп аламыз. Алмаларды үкіштен өткізгеннен кейін осындай корицадан 2 шай қасықтай қосамыз. Осылайынан қосып жақсылап екеуін араластырамыз. Бізде алма мен корицаның дәмі енді керемет үйлесетін болады. Егер алмаларыңыз шамалы қышқылдау болса, бір үлкен қасықтай қант қоссаңыздар болады. Енді жақсылап араластырамыз. Келесі біздегі табамызға осындай пергамент қағазын төсеп, видеода көріп тұрғандарыңыздай біздегі осы рулеттің ішіндегі салмасын дәл осылайынан біздегі табамызға жақсылап орналастырамыз. Бір тегіс етіп, осылай барлық жағына жеткілікті етіп жағып шығамыз. Мендегі пергаменттің диаметрі 30-40 сантиметр. Мінекей барлығын тегістеп алдым. Енді бөлек ыдысқа 4 дана жұмыртқамызды саламыз және де оның үстінен қантымызды саламыз. Шамалы шым-шым тұзымызды салып, кәдімгі миксермен жақсылап 5 минуттай миксерлейміз. Біздегі жұмыртқамыз әппақ пена болып шығуы керек. Міне достар, біздегі жұмыртқа осындай масса болып шығады, әппақ болып осындай көпіріп шығады. Келесі ұнның үстіне осындай ванилин және де разрыхительдан 1 шай қасықтай қосамыз. Бұл бізде құрғақ ингредиенттерді бөлек ыдыста дәл осылайынан салып, венчиктің көмегімен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Одан кейін барып, алдыңғы біздегі сұйық массамызға жартылай ұнымызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай астының үстіне қарай осылай қозғаймыз. Қасықпен немесе осындай венчикпен жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздегі масса өзінің андай несін жоғалтпайтын болады, формасын. Міне қарасаңыздар, кәдімгідей өзінің формасын, объемын жоғалтпай өте әдемі болып шығады. Мінекей біздегі қамырымыз дайын болды. Осындай масса болып шығады достар. Енді осындай лопаткамен жақсылап қозғап, алдыңғы біздегі алмадан жасалған осындай салманың үстіне қамырымызды құямыз. Ақырын жұмыс жасаймыз достар. Мінекей барлығын құйып алғаннан кейін осы лопаткамен немесе қасықпен бір тегіс етіп барлық жағына жағып шығамыз. Құрметті достар, төмендегі подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай қазақ тілді YouTube каналдардың ары қарайын дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Енді біз қамырымызды барлығын құйып алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз енді керемет, өте биік болып, үлпілдек болып пісіп шықты. Енді ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Біздегі ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Міне қарасаңыздар, енді жұмсақ, үлпілдек болып тұр. Енді пышақтың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай шеттерін осылайынан ажыратып аламыз. Бізде аударып қамырымызды алған кезде жабысып, солай болмас үшін осылай кесіп дайындап аласыздар. Одан кейін пергамент қағазын бетіне төсеп, осындай сетканы бетіне қойып, екінші жағына қарай алмастырамыз. Болмаса кәдімгі доскамен алмастырсаңыздар да болады.
мінекей екінші жағына төңкереміз, және де астындағы біздегі сетканы алып тастаймыз. Одан кейін барып бетіндегі пергамент қағазын ақырын алып тастаймыз. Біздегі ыстық булары шығуы керек. Мінекей ешқандай да уайымдамаңыздар, жабысып қалмайды. Ең бастысы сапалы пергамент қағазын таңдасаңыздар болғаны. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай ыстықтай күйінде біздегі рулетімізді ақырын орай бастаймыз. Мінекей жақсылап тығыздап орай беріңіздер. Мінекей достар, дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ақырын рулетімізді орап шығамыз. Ешқандай да қорықпаңыздар, кәдімгідей жұмыс жасай беріңіздер. Енді жасалу жолы да өте оңай, әрі көп уақыттарыңызда кетпейді. Мінекей жақсылап орап болғаннан кейін осы пергамент қағазына ыстықтай орап қоямыз. Одан кейін 1 сағат 2 сағатқа қалдырып қоямыз. Біздегі ішіндегі салмасы өзінің дәмін осы қамырға сіңдіру үшін осылай 1-2 сағатқа қалдырып қоямыз. Енді осындай сүлгінің көмегімен бетін жауып 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Міне достар, бізде 1-2 сағаттай уақыт өтті. Енді сіздер бір дегеннен алып, жарты сағаттан кейін алып, кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер де болады. Енді өз қалауларыңыз бойынша. Менде енді 2 сағаттай уақыт тұрды. Енді ақырын пергамент қағазынан рулетімізді аламыз. Одан кейін қант ұнтағымен бетіне сеуіп шығамыз. Енді бетіне қалауыңыз бойынша кәдімгі шоколадты ертіп қойсаңыздар да болады. Енді ақырын екі жағын кесіп алып тастаймыз. Егер сіздер дастарханға ұсынатын болсаңыздар, осылай екі жағын кесіп, әдемі жағын қойсаңыздар болады. Міне енді қарасаңыздар, ортасы әдемі болып шықты, өте жұмсақ, күшті болып шықты. Енді ақырын кесіп, дәмін көретін боламыз. Міне достар, біздің рулетіміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.